Абайдың 25-ші қара сөзі. Балаларды оқытқанда жақсы. Құлшылық қыларлық қана, түркі танарлық қана таза оқса болды. Оның үшін бұл жерде дарула қарап, мұнда әуелі мал табу керек. Онан соң ара парсы керек. Қарны аш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Ашып ішемге малдың тапшылығы да ағайының араздығына, әр түрлі пәлеге, ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге үрейлендіруге себеп болатын нәрсе. Мал тапса қарын тояды. Онан соң білім түгелі өнер керек екен. Соны үйренейін, не болмаса үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек. Хикметте, малда, өнерде, ғылымда бәрі орыста тұр. Залалынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін оқыған ғылымменен білмек керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді. Мұндай болады. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әр біреудің тілін, өнерін білген кісі оныменен бірдейлік сеніміне кіреді. Аса арсыздана жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік керек. Жорғалық пенен көңілін алсам екен деген надан әке шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырынан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп, көті ашыса да қам жемейді. Орыстың ғылымы, өнері дүниенің кілті. Оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләки осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қаруыменен тағы қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен. Соны үйретейік. Мұны көріп және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұрты бірдей закон болмаса, законсыз қорлағанға көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, біз де ел болып жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазір де орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмай тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туған бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болды оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ. Қайта кедейдің балаларынан орысқа қорлап береді. Олар осыдан артық қайда барсын. Және де кейбір қазақтар ағайын менен араздасқанда, сенің осы қорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып, кетсем бе деушеді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқыған менен не бола қойсын. Сонда да сөзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене, қай көп үйреніпті. Кірді шықты, ілді қайтты, түбегейлеп оқыған балада жоқ. Әкесі ел ақшасы менен оқығанға әрең оқытады. Өз малын не қылып шашсын. Турасын ойлағанда балаңа қатын әперме, енші берме. Барыңды салсаң да балаңа орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол мал аяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсетеме, өзі рахат көреме, я жұртқа рахат көрсетеме.